Сіздермен достар, математика сабағы 5-ші сынып 513-ші есеп. Қазір біз біріншісінен бастап 4-шісіне дейін талқылайтын боламыз. Енді біріншісін қараймыз. Берілгенін жазып алдым дәптерге. Енді 21-ден 5-ке 21 мен 21-де 2-ні қосамыз. Мен жаздым 21-ге 5-ке қосылған 21-де 2-ні. Енді жақшаға алып аламыз. Сосын қосамыз 15-тен 2-ні. Бөлімдері бірдей, алымдар әртүрлі. 5 пен 2-ні қосамыз. 5-ке 2-ні қоссақ 7 болады. Сонда 21-ден 7. Сосын қосылған 15-тен 2. Мына жерге жазамыз. 15-тен 2. Тең болады. Енді 7-ні қысқартамыз 7-ге. 1 болады. 21-ді қысқартамыз. 21-ді 7-ге бөлсек 3 болады. Енді жазамыз бұл жерге. 3-тен 1 қосылған 15-тен 2. Енді ең кіші ортақ еселікке салып қысқартып аламыз. 3 пен 15-тің ең кіші ортақ еселіктері 15 болады. Енді 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады. 5 деп жазамыз. 15-ті 15-ке бөлсек 1 болады. Мына жерге 1 деп жазамыз. Ең кіші ортақ еселік 15 болса, астына 15 деп жазамыз. Сосын 5-ті 1-ге көбейтеміз. 5, 2-ні 1-ге көбейтеміз. 2 болады. Осылай жазамыз. Содан кейін қосындының мәнін табамыз. Сонда 15-тен 7 болады. Ал енді келесі есепті қараймыз. Екіншісін берілгенін жазып аламыз. 35-тен 2 қосылған 28-ден 3. Қосамыз 28-ден 1-ді. Тең болады. Енді бірдей сандар жазып аламыз. 28-ден 3 бөлімдері бірдей. Қосылған 28-де 1. Жақшаға аламыз. Сосын қосамыз 35-ден 2-ні. Тең болады. 3 пен 1-ді қосып аламыз. Сонда 28-де 4 болады. 4 қосылған 35-де 2. 35-де 2. Енді жерде 4-ті 4-ке қысқартып аламыз. 4-ті 4-ке бөлсек 1 болады. 28 4-ке бөлсек 7 болады. Енді тең болады деймізде, өстіп жазамыз. 7-ден 1 қосылған 35-ден 2. Қысқартып аламыз. Олардың ең кіші ортақ еселігі 35. 35-ті 7-ге бөлсек 5 болады. 35-ті 5-ке бөлсек 1 болады. Енді ең кіші ортақ еселік 35 болса, мұн жерге 35 деп жазамыз. Астына. Енді 1-ді 5-ке көбейтеміз 5. Енді 2-ні 1-ге көбейтсек 2 болады. Сонда 5-ке 2-ні қоссақ 7. 35-де 7 болады. Енді үшіншісін қараймыз. 30-дан 7-ге қосамыз 45-ден 8-ді. Жақсаны жауып аламыз. Содан кейін қосамыз 45-де 2-ні қосылған 30-да 1. Жақшаға алып аламыз. Енді дәптерге жазамыз. Енді бөлімдерді бірдейлерді бөлек-бөлек жазып аламыз. 45-де 8 қосылған 45-де 2. Жақшаға алып аламыз, жақшаны жабамыз.
Енді қосылған 30-дан 1 қосылған 30-дан 7. Қақшаға алып аламыз. Қақша салуды ұмытып кетпеңіздер. Енді бұл жерде 8-ді 2-ге қоссақ 10 болады. 45-те 10 деп жазамыз. Қосылған 1-ді 7-ге қоссақ 8 болады. Сонда 30-да 8 деп жазамыз. Ең кіші ортақ еселікке салып аламыз. 90-ды, енді олардың ең кіші ортақ еселігі 90 болады. 90-ды 30-ға бөлеміз, 3 болады. Жерге 3 деп жазамыз. 90-ды 45-ге бөлсек 2 болады. Тең болады. 10-ды 2-ге көбейтсек 20 болады. 90 деп жазып аламыз. 20. Енді 8-ді 3-ге көбейтсек 24 жазамыз. 90-да 20-ға 24-ті қоссақ 44 болады. 90-да 44 болады. Енді 4-шісін шығарамыз. Берілгенін жазып аламыз. Жазып алдым. Енді бірдейлерін бөлек-бөлек жазып шығамыз. 24-те 5 қосылған 24-те 1. Қосамыз 60-та 11-ді қосылған 60-та 13. Жаны жап қоямыз. Тең болады. 5-ті 1-ге қоссақ 6 болады. 24-те 6. Енді қосамыз оған 11-ді 13-ге қоссақ 24 болады. Онда 60-та 24 болады. 6-ны 6-ға бөлсек 1 болады. 24-ті 6-ға бөлсек 4 болады. 24-ті 12-ге бөлеміз. 2 болады. 60-ты 12-ге бөлсек 5 болады. Тең болады. 4-тен 1 қосылған 5-тен 2. Ең кіші ортақ еселікке салып аламыз. Ең кіші ортақ еселік 20 болады. 20-ны 4-ге бөлсек 5 болады. 20-ны 5-ге бөлсек 4 болады. Тең болады. Ең кіші ортақ еселік 20 баласын үстіне жазамыз. 20 үстіне 5-ті 1-ге көбейтсек 5 болады. 2-ні 4-ге көбейтсек 8 болады. 5 қосылған 8. Енді 20-да 13 болады. 1-ден 4-ге дейін шығарған есептерімді көрсеттім. Шығару жолдарын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.